Мынау жігіт 300 мың теңгемен бір кішкентай барсеткісімен Дубайға кепті. Кеше жазды маған, аға осылай Дубайға кеп қалған едім деп жазғанын қайтармай, кеше үлкен кәсіпкерлермен кездесу болған, соған шақырдым, кел, тәжірибе ал, танысайық, өзіңнің запросыңды айт деп. Әңгіме барысында 300 мың теңгемен келгенін біліп, қазір бір мүмкіндік беріп, бірге жұмыс істеп көріп жатырмыз. Інім, сәттілік, ерлік, нешеде жасың? Жасым 19-да ғой. 19-да бола тұра Қазақстаннан 4-5 есе қымбат елге 300 мың теңгемен келу деген сұмдық. Бұндай ойға жалпы қалай жеттің? Негізі 2 ай бос уақытым болып қалды. Сонымен бір новый бір нәрсемен өзімді көргім келді да, сонымен Дубайға барайыншы дедім. Соны алдым да кетіп қалдым. Просто главное жаңағы кішкене қолыңнан келетін бір зат болса, и главное әрекет етсең, болды, Құдай береді ғой. Машалла, красавчик. Сәттілік, Құдай қаласа. Қолдаймыз, қолдан келгенше. Рахмет.